Сәлем достар, сіздермен бірге халық емі арнасы. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз асқабақ көптеген дерттен айықтырады тақырыпты өтетін боламыз. Біздерге қолдау көрсетіп, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Асқабақ. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінің, білегінің емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан, оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік? Қазақ жерінде ол қайдан әкелінді? Оны қандай ауруларға пайдалануға болады? Құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде де нақты деректерде айтылады. Асқабақ көру нашарлағанда, қан аздықта, артық салмақтан, тағы басқадан арылғысы келетін таптырмайтын ем, шылақтан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Дәрігерлер қауымы ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына тануға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері де белгілі. Жүрек, қан тамырлары аурулары, гипертония, зат алмасудың қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стакан шырынын ішуге керек. Шырынын, яғни сөлін жаңа пайдаланған күнде ғана ішеді. Өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды, тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар омега-3, қан қылдары мен май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы өт айдап паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Ас қорыту үдерістерін түзетеді, уыттардан тазартады. Кезекті асқабақтың пайдасы. Асқабақ шырынының балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесінің тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, балмен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбей дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне 6 стакан шырыны немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үккіштен өгіп, мәйегін компрессор жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы. Ішектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болу керек. Дайын кезде тұнбадан күніне 3-4 рет, астан 20 минут бұрын жарты стакан ішеді. 20 күн 1 айдан кейін қайтадан жалғасы бар. Ішектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы ашылған дәннің ашқарынға жейді. 7 шақты дәнді езіп, сүтпен ішеді. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнін шекісін ертартқыштан өткізіп, 1 стакан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысы банкаға салып, қалғанын тоңазтқышқа сақтайды. Күніне 1 рет ашқарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған, буға піскен асқабақ мәйегін ботқа дайындап, күніне 2 рет 50 граммнан ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып, 3 стаканнан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып 8 сағат тұндырады. Кешке таман ішу керек.
Құрметті оқырмандар, сіздермен бірге болған Халық емі арнасы. Каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.